Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, елде есірткі қылмысын жасаушылардың 75% жастар. Былтыр республика бойынша мыңдаған заңсыз әрекеттің жолы кесіліп, 50 тоннадан аса есірткі тәркіленген. Мамандар бұл қылмыстың артында көбіне қаржылай қиындық пен жеңіл ақшаға сену тұрғанын айтады. Темір тордың аржағында отырған бұл бойжеткен небәрі 20 жаста. Ол өз аты жөнін атаудан бас тартты. Бұрын сатушы болып жұмыс істеген қыз ауылдан қалаға келіп, қаржылық қиындыққа тап болған. Есірткі саудасына оны досы үгіттепті. Қазір ол жасаған қателігіне қатты өкінетінін айтады. Ата-анама не дерімді білмедім, қалай көздеріне қараймын білмедім, не болатынын білмедім. Қатты қорқып қалдым сол кезде. Тек апарып келемін осындай, бірақ басқа адамдардың тағдырларын не істеймін деп ойлаймын. Өткен жылы аймақта есірткіге қатысты 145 құқық бұзушылық тіркеліп, заңсыз айналымнан 270 келіден астам есірткі алынды. Ал 2026 жылдың басынан бері 9 құқық бұзушылық анықталса, 2 келіден астам есірткі тәркіленген. Сонымен қатар есірткіні насихаттайтын 20-ға жуық граффити жойылды. Жастар арасында алдын алу мақсатында 60-тан астам іс-шара өткізілді. Бұл іс-шаралар жастарды нашақорлық пен есірткіге деген қызығушылықтан қорғауға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға және қоғамда заңға бағыну мәдениетін нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар, полиция азаматтарды күдік туғызатын әрекеттер туралы хабар беруге, қауіпті ақпарат көздерінен сақтануға шақырады. Жас ұрпақтың денсаулығы мен болашағы үшін әрбір адам өз жауапкершілігін сезінуі маңызды. Мамандардың айтуынша, жеңіл ақшаның буы бір сәтте адам өмірін түбегейлі өзгертеді. Сондықтан жастарды заңсыз әрекеттен аулақ болуға, ал ата-аналарды бала тәрбиесіне бей-жай қарамауға шақырады. Лаура Кесметова, Ақтоты Өркешбаева, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.